болсын сыйлы оқушылар, оқытушылар. Міне бүгін сізге келіп тұрмыз. Қонаққа бірінші жол. Не десе Қарасу мен естіп, міне Емір досымыз айтып, бұрынғы Ноғай йұрты. Сөйткен заманда yanımıza ауырып келдік сізге таныспаға. Міне мен Маметеке журнал шығарамын. Онан басқа Черкес қаласында Ноғай дауысы деген газета шығады. Сол газетада да ішлеймін. Бұл журнал бізде 3 айда бір кері шығады. Жылда 4 журнал. Оға yazылма боласыз. Тек біз почта арқылы ішлемейміз. Не десе почтада өзінің бағалары бегікон. Бізде күшіміз жоқ, қаруымыз жоқ, озатты яппаға. Сөйткенде біз Маметекеге қол басу ісін үйретеміз, өзіміз аяғымызға үйреп Ноғай шайтқан заманда. Өзіміз келіп танысып, әрбір мектепте де балаларында да көзбе-көз сөйлеп, бәрісімен де. Икон тілек бар сізге балалар. Міне сосы журналдың бетлерінде жазған затларыңызды бізге жібермеге. Біз шығарма боламыз сіздің суретлеріңізді, ятауларыңызды, қысқа хабарларыңызды, сочинениелеріңізді түрлі темаларға жазба боласыз. Сосы міне Қарасу ауылының тарихына бағышланған сочинениелер жазба боласыз. Ятаулар араңызда білкім yazатандар бар болса, ата-аналарыңызға бағышланған туған табиятыңызға, шет қиырсыз Ноғай шөлімізге, оқытушыларыңыз ақында жазба боласыз. Міне биыл оқытушының жылды белгіленген. Сөйткен заманда сол yazған заттарыңызды бәрісінде бізге сосы электронный почтаға жіберсеңіз журналдың, біз оларды баспалақ біз Алла қайтса. Онан да басқа міне былтыр шықты Министерство по делам национальной и массовым коммуникациям печатидің күш салуымен алтын кітап деген сосындай кітап. Бұл кітаптың ішінде бұрыннан алып Ноғайдың бай асаба тілінің фольклоры кең көрсетілген. Оны мен қайдан білейім, яңы туған сәбинен бастап, міне сіз өскен шеге дейім, 6-7 классқа дейім, сосы кітапта бек көп мәнелі, керекті, пайдалы затлар таппа боласыз. Сосы кітапты да сізге мектепке сауға етіп алып кекеміз. Мен Маметеке журналын шығарғанында басқа, міне Емір Отевалиев, досымыз пресс-секретарь Ноғай администрациясын, сауысын икон демеулеседі бізге, өзі ұялшаң, тартыншақ ез, айтпасы мөйді өзін ақында. Халық білсін деймін, сау болсын, мен өзім сосы журналды басшылалы 2009 жылдан бертілі. Көп елғар озды, әлді көп күшімді саламын сосы журналды арзияқлы таралыпаға, Ноғайлар яшайын бәр ертларға да. Не десе біз соң замандарда көріп барамыз, халқымыздың санында төмендейді, туған тілімізді өйтіп барамыз. Сөйткөн заманда туған тілімізді сақлау мұратта, біз бәрімізді күш салма керекпіз. Сізде, ата-аналарда, оқытушыларда, бізде, әлімлерде, қайдам Ноғай театрларда, бәр яқтанда күшті біріктіріп, туған тіліміз сақламасақ сөйлі, келекте бізге қиын болар. Не десе, оқу білім азығы, тіл міллеттің байлығы. Егер тілді біз сөйлей өйтсақ, ертен бір соң қалқымызды өйтпаған болармыз. Сол затты болдырмас үшін, мәне яңларда еліппе деген сосындай әлігі заманға келісілі яңы азбука деткеміз, еліппе. Қайдам, мұнда 37 әріптің әр қайсысына да сөзлері бар. Өзіңізге, қайдам қарындастарыңызға, иенлеріңізге, қызларыңызға, ұлларыңызға үйретпе боласыз. Сосы затларды бәрісінде мен сізге мектебіңізге сауғалама сүйемен сөйлеміне. Сізге. Мына қайырлы аяғымызған кірейік, Ноғайда әдет бар. Бос қолма кірмейтін бірінші кере келген юртқа дейді. Сөйткенде, мына сосы журналларында түрлі яңы шыққан нөмірлерінен де сауғалаймыз сізге. Мектепке, библиотекаңызға, кітапханаңызға мына алтын кітапты да береміз. Алдыда мына сөйлі қысқаша айтып озған заманда икон проектлері театрымыз туған тілді сақлауға қаратылған мына 21-ші Навруз айда мартта поэзия күні жыл сайында белгіленеді. Мына мен туған тілімізді Ноғайлар яшайтан, Тыпақлас яшайтан түрлі регионларда көп елғыслар озғараман. Міне совет елларында балалар есіңізде қалған бұр, ярық, таң, ялын, қайым. Туған ерім зат дегенде өзге басқа Ноғай жазушылардың ортақ ейіндіқлары шығатан ет кітаплары. Сондай кітапты бірінші елі, міне сөйлі мен янландырма мұрат етіп алдымға сондай борыш салғамын. Иншалла, мына Навруз айдың ортасына, бір 15-іне, 16-сына сосы кітапта дүния көрейік. О кітапты мен әлді әзірлейтін заманда сізден қарап тұраман бір-екі yazған затларыңызды, қайдам қысқа хабарларыңызды, ятауларыңызды онда да кіргізбей боламыз кітапқа, Маметеке журналында баспалағаннан басқа. Сондай болып Ноғай дауысы газетамыздың бетлерінде де, Шөл дауысы газетасының бетлерінде де, Емір Отевалиев ететаған Ноғай тілінде кітапханасының сайтына да салма боламыз. Сөйткенде сізден қарап тұрамыз енді сіздің yazған затларыңызды. Бірінші танысуымыз сондай болсын.
Алдыда Алла қайтса, қайдам энти yolguzlarımız көп болсын. Араңызда егер ятлау yazып, шайырлықпен, yazушылықпен, поэзиямен, журналистикамен кәрілеме мұратлары болған балалар бар болса, сіз маға білдіріңіз өз атты. Мен ар яқлы ярдамлас япан. Мен бүгін келген қонақларды хош көріп аламын біздің мектепте. Біз балалармен бек сүйіндік сіздің келгеніңізге. Асан Аждаутович, сау болыңыз, берген біздің журналларға, міне бұл еліппе деген алфавитқа біз деріслерде бұл затлармен құлланармыз. Балалардың арасында, ата-аналардың арасында да құллық үйретерміз. Міне Мәметекей деген журналға да yazılarмыз деп ойлаймыз. Біздің мектепте ноғай тілді білу үшін көп құллықлар үйретіледілер. Дерістен соң озатаған болатаған конкурсларымыз болады біздің. Балалар ятлау оқидылар ноғайша, сочинение yazадылар. Незіт болса да біз тілімізді өстірмеге көп құллықлар үйретеміз.